Сәлеметсіздер әріптестер. Біздің уақытымыз болды ғой деймін. Камерамызды қосуға тырысайық әріптестер. Мен естіліп тұрмын ба? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе, Диана? Естіліп тұрды. Жақсы. Аздау екенбіз, әріптестер. Жақсы. Әріптестер, біздің вебинарымыз онлайн форматта болғандықтан өзіміздің ұстанатын ережеміз бар, соны бір шолып өтейік. Микрофонды өшірулі ұстау, сөйлеген кезде ғана қосуларыңызды сұраймын. Чатта белсенді болу, нақ осы жерде кез келген сұрақтарыңыз, ұсыныстарыңыз осы вебинарда талқыланса, спикерді қолдау және тайм менеджмент, бізге берілген уақытты тиімді қолдана алсақ деп айтқым келеді сіздерге. Әріптестер, бүгін 4К моделін оқу қызметінде жүзеге асыру тақырыбын қарастырамыз. Сіздермен жұмыс жасайтын Өскемен қаласының педагогикалық шеберлік орталығының тренері Әбілғазина Райхан Дәулетханқызы болады. Бұл вебинарға қатыса алады балабақша тәрбиешілері және мектеп алды даярлық топтарында қызмет ететін мұғалімдер қатысады. Енді әріптестер, осы вебинардың мақсаты мектепке дейінгі ұйым педагогтарының ұйымдастырылған оқу іс-әрекетін жоспарлауда 4К моделінің дағдыларын іске асыру туралы түсініктерін кеңейту мақсатында болады. Енді әріптестер, сіздерге бір ойландыртатын сұрақ, ойлан бөліс талқыла әдісі арқылы мектепке дейінгі ұйымда білім беру мазмұнын жаңартудың түйінді идеяларын атаңыздар. Қандай түйінді идеялары бар әріптестер? Оқыған әріптестеріміз бар шығар арамызда. Чатқа да жазуға болады, микрофонды қосып та жауап беруге болады. Қандай түйінді идеялары бар? Әріптестер? Диана, сіз менен оқыдыңыз ғой осы жуықта. Қандай түйінді идеяларын атай аласыз? Әріптестер? Чатқа да жаза беріңіздер. Кім жауап бере алмай жатыр? Бала үні деген бар, әріптестер. Тағы да қандай? Құралай, микрофонын сөндіре салыңыз. Қандай түйінді идеялары бар, әріптестер? Бала үні, тағы да? Мен айтамыз. Бақылау, тағы да? 4К моделі бар, бірнеше түйінді идеялары бар, әріптестер, Енді ары қарай жүрейік, жаңағы бағдарламаның түйінді идеялары осы болып табылады. Жаңағы 4К моделі дедік, бала үніндегі дербестілігі, қызығушылықтары, қажеттіліктеріне мән береміз. Яғни баланың ішкі қызығушылығына, ішкі қажеттілігіне педагог ретінде, ата-ана ретінде біз бала үніне көп құлақ аса бермейміз. Сондағы біз бала үнін ескеруіміз керек екен. Оқу процесінде болсын, тәрбие процесінде болсын, ойын әрекеттері. Ойын әрекеттері сіздер көп жағдайда дидактикалық ойын әрекетін қолданасыздар ғой. Қазіргі таңда осы 3 ойын түрін ұйымдастырылған оқу іс-әрекетіне қайтеміз, кіріктіреміз. Бұл педагог жетекшілігімен жүргізілетін ойын, құрылымдалған ойын және еркін ойын болып табылады. Бұның өзінің жүру барысы бар, ерекшелігі бар. Бұны енді оқыған әріптестерім біледі, оқымаған әріптестер мүмкін сұрақтар туындайтын шығар.
Бақылау бұл міндетті түрде педагогтың әрекетінде орын алу керек. Ол негізгі дағды педагог үшін. Бұл жерде қадағалау әрекеті жүреді, танымдық оқиға деп жатамыз, фактілерді негіздеу және деректерді тіркеу. Бақылау арқылы, біз балаларға ойын әрекетін ұйымдастырған кезде де, қандай да бір тапсырма берген кезде де міндетті түрде қайтеміз, әріптестер? Бақылаймыз, ата-аналарға кері байланыс береміз. Осы бақылау арқылы. Мысалы, бала үй жануары мен жабайы жануарларын ажырата алмай отырса, сіз соны бақылау арқылы ата-анасына кері байланыс бересіз. Үйде, мысалы, үй жануарлары мен жабайы жануарларын қайталаңыздар, немесе кітаптар оқыңыздар деген кеңестер бересіздер. Енді тұтас бала бейнесі, бұл жерде ең бірінші біз бала, тәрбиеші, ата-ана үш одақ болып жұмыс жасауға тырысамыз. Осы бала, тәрбиеші, ата-ана бірлескен жұмыстар жасалу керек. Сонда ғана бала тұтас бір бала бейнесіне қайтеді, қалыптасады. Бұл жерде мектепке дейінгі білім беру, мектеп алды даярлық және мектеп болып баланы тұтас бір бала бейнесін қалыптастыра аламыз. Мектепке қарай бағыттай аламыз ғой, бала бақшадан бастап қалыптастырсақ. Енді әріптестер, осы 4К модель дағдыларын атаңыздаршы. Қандай 4К моделінің дағдылары бар? Өзі 4 дағдысы бар. Қандай? Кім біледі? Құралай, Әсел, жауап береміз бе? Диана, Мырзаханова Диана, Дина. Қандай 4 дағды бар, әріптестер? 4К моделінің. Сыни тұрғыдан ойлау бірінші дағдысы, екіншісі кімнің есінде бар? Креативтілік. Әсел, Жанбубекова Әсел, қол көтеріп отырсыз. Микрофоныңызды қосып жауап беруге болады. Қарым қатынас дейді, Диана чатқа жазып жатыр. Тамаша, коммуникациясы. Тағы да, әріптестер? Шығармашылық. Шығармашылықта қандай дағдысы көрінеді баланың? Креативтілігі, баланың. Шығармашылықта бала әртүрлі креативті болады ғой. Сондай 4 дағдысы бар, яғни сыни тұрғыдан ойлау, қазір біз сіздермен көреміз. 4К моделінің 4 түрі бар. Ол жаңағы креативтілігі, баланың өзгеше ойлауы, өзгеше бір нәрсені жасап шығаруы, өзгеше сұраққа жауап қайтаруы, осының барлығы баланың бойындағы креативтілігінен көрінеді. Командалық жұмысты біз міндетті түрде ұйымдастыруымыз керек. Бұл жерде бала бір-бірімен қарым-қатынасқа түседі, талқылайды, талдайды, бір-бірінің пікірімен санасады. Осы командалық жұмыс балаға өте тиімді. Яғни сіз ұйымдастырылған оқу іс-әрекеттеріңізде осыны қамтуларыңыз керексіздер. Коммуникация, жаңағы қарым-қатынас. Балалар бір-бірімен жұптық жұмыс арқылы, үштікті жұмыс жасау, командалық жұмыста бір-бірімен балалар қайтеді, қарым-қатынасқа түседі. Бұл да өте маңызды. Бала шеткері жалғыз өзі қалып қалмау керек. Балалармен тұтас жұмыс жасау керек, қарым-қатынас жасау керек. Сын тұрғысынан ойлау. Баланы ойландыртатындай сұрақтар қоюымыз керек, тапсырмалар беруіміз керек. Сонда сыни тұрғыдан орын алады. Так, сәлеметсіз бе? Толпенова Саяжан, Айғыз дейді. Жақсы. Осындай 4 түрі бар. Әріптестер, бұны мен неліктен 4 түрін сіздерге ашып түсіндіріп жатырмын. Қазір біз топтық жұмыстар жасаймыз, сонда сіздерге керек болады. Енді әріптестер, мектеп алды даярлық топтарында білім беру мазмұнын жаңартудың түйінді идеялары. Бұл негізі мектеп алды даярлық топтарына ғана емес, мектепке дейінгі тәрбиеге де
маңызы өте зор. Жаңағы 4К моделінің 4 түрі қамтылған бұл жерде. Тұтас бала бейнесін қалыптастыруда бала үнін тыңдау өте маңызды екен. Тәрбие мен оқытудың үздіксіздігі мен байланыстылығы бұл оқу бағдарламасының шиыршық қағидатпен құрылуы да маңызды. Яғни жеңілден күрделіліге қарай үздіксіз бір-бірімен қайтып жату керек, байланысып жату керек. Тәрбие болсын, оқыту әрекеті болсын, осы бір-бірімен байланысты болу керек. Заттық кеңістіктік ортада баланың тәрбиелеуіне оқытудың негізгі әдіс тәсілдері болып табылады. Яғни заттық кеңістіктік дамытушы орта арқылы бала өзіне тәрбие оқыту ала ма, әріптестер? Қалай ойлайсыздар? Заттық кеңістіктік дамытушы орта балаға маңызды ма? Белсендірек болайық, әріптестер. Заттық кеңістіктік орта неліктен маңызды? Бала маңайындағы нәрселер тани бастайды, ұстап көреді, бір-бірінің артынан қайталайды, үйренеді бір-бірінен. Осы заттық кеңістіктік орта бала үшін өте маңызды. Мектептегі білім беру үдерісіне көшу, яғни осы түйінді идеяларды баланың бойына қалыптастыра алсақ, біз мектептегі білім беруге қиындықсыз қайта аламыз, көше аламыз екен, әріптестер. Маңызды дейді, жақсы, чатқа да жазып жатыр екен. Әріптестер, қазір сіздерге мен топтық жұмыс ретінде бір 10 минуттық жұмыс ұсынғым келеді. Белсенді араласайық. 16 адам отырмыз, 15 адам отырмыз. 15 адамды мен қазір 3 топқа бөлейін. Сіздерге оқу мақсаты берілген. Үй жануарлары мен төлдерін атайды. Сиыр, бұзау, қой, қозы, жылқы, құлын сипаттайды, бірнеше бөліктерден үй жануарлары мен төлдерін мүсіндейді деген оқу мақсаты берілген. Сол оқу мақсатына осы 4К моделіне тапсырма құрастырасыздар. Мысалы, сыни ойлау үшін бұл оқу мақсатына бағытталған қандай тапсырма беруге болады балаға? Командалық жұмыс ретінде қандай тапсырма? Коммуникативтілігі көрініс табатындай қандай тапсырма береміз? Және креативтілігі, тапсырма түсінікті ме, әріптестер? Әріптестер, Jamboard тақтасында жұмыс жасаймыз. Мен чатқа сілтеме жібердім. Қазір 3 топқа бірігіп қосылайық. Мен топқа бөлелем бұны жерден. Бұл жерде топқа бөлінуге рұқсат беріле ме маған? Әділ әріптес, маған рұқсат бересіз бе топқа бөлгенге? Әлде өзіңіз бөле саласыз ба? Управление образованиядан отырған әріптес маған топқа бөлу керек. Топқа бөлуге бола ма маған? Мен естіп тұрған жоқ қой деймін,
Әріптестер, кешіріңіздер, мен біраз так. Әріптестер, топқа жылдамырақ қосыла қалайық. Тапсырма түсінікті, иә? Оқу мақсатына бағытталған 4К моделіне қарай тапсырма. Сіздерге 10 минут, әріптестер. Войти в сессионный зал. Войти в сессионный зал деп қосыламыз, әріптестер. Дауысыңыз естімей қалды. Әріптестер, сілтемені жібердім, сол сілтемеге кіріп, Jamboard тақтасында жұмыс жасаймыз. Аштыңыздар ма? Яғни сіздерде мынандай тақта бар, әріптестер. Бірінші топсыздар. Сыни ойлауға осы оқу мақсатына қандай тапсырма беруге болады балаларға? Талқылаңыздар, камерамызды қосуға тырысайық. Әріптестер. Диана, қандай ұсыныстарыңыз бар? Создать стикер деп мына жерге жаза бересіздер жауаптарыңызды. Қазір ортақ залда талқылайтын боламыз, әріптестер. Бірге талқылаңыздар, жеке жазбаңыздар, бірге талдап жазыңыздар.
Lebih
Жақсы әріптестер, барлығымыз оралдық қой деймін, иә? Онда мен демонстрация жасайын, әріптестер. Бірінші топ өздеріңіздің ойларыңызбен талдап кетіңіздер. Иә, бұл кісілер жазып, молодцы, бірінші топ жақсы жұмыс жасаған. Иә, әріптестер, бірінші топ кім болды бірінші топта? Жылдам әріптестер. Бірінші топта әріптестер бізде кім болды? Жанар, Диана болыпты. Диана, өзіңіз айтып кетесіз бе онда? Иә, Диана. Әріптестер, жылдам. Жақсы жазып кетіпсіздер, соны айтып кетіңіздер. Бірінші топ. Иә, бұл кісілер сыни ойлауға, үй жануарларының қандай пайдасы бар деп балаларға ойландыртатын сұрақ қойып келеді екен. Жақсы. Командалық жұмыс ретінде екі топқа бөлініп, бір топ үй жануарларын атайды, екінші топ үй жануарларын сипаттап пайдасы жайлы айтады дейді. Бұл командалық жұмыс па? Мен түсінгенім бойынша. Кім жазып отыр мынаны? Иә, креативтілік үй жануарлары мен төлдерін мүсіндеуде геометриялық пішіндерді қолданып істеп көріңдерші, тағы қандай тәсілмен мүсіндей аласыңдар. Бұл креативтілік оқу мақсатына бағытталған ба, әріптестер, соны да қараңыздар бұл жерде. Иә, әріптестер. Жақсы. Бұл кісілерді жақсы ойын әрекеттерін, тапсырманы ұсына алған екен, иә, бірінші топ. Екінші топ сіздер тыңдайық. Бар ма айтатындарыңыз? Екінші топ. Жұптық жұмыс төлдерін тап ретінде коммуникативтілігін дамытасыздар, иә, өте тамаша. Иә. Үшінші топ сіздер тыңдайық онда. Иә, Дина, сіз айтасыз ба? Үй жануарлары немен қоректенеді? Сыни ойлау. Ал командалық жұмыста үй жануарларының қайда мекендейтініне қарай орналастыру. Бұл жерде коммуникативтілігі жұптық жұмыс бұнда. Төлдерін сәйкестен. Иә, жаңа орналастырады ғой. Оны командалық жұмыс ретінде бересіздер, иә? Иә. Үй жануарлар, жақсы. Үй жануарларын мүсіндеу. Үй жануарларын мүсіндеу, иә? Бұл жерде креативтілігі баланың, иә, көрінуі мүмкін, иә? Жақсы, тамаша, үшінші топ жарайсыздар. Жақсы тапсырмалар берілген, әріптестер. Енді мен өзімнің жауабымды да сіздерге көрсетейін. Қаншалықты сіздерге қосымша ретінде, иә, болсын. Жаңағы оқу мақсатына бағытталған сыни ойлауға неліктен үй жануарлар деп атаймыз? Жаңағы үшінші топта жақсы айтып кетті, иә? Бірінші топта тырысқан бала мына жерде сыни ойланады, иә? Командалық жұмыс ретінде, топтық жұмыс ретінде төлін тап деп біз суреттерге қарап топтастыру. Жаңағы үшінші топта жақсы айтып кетті бұл жерде. Үй жануарлары мен төлдерін атайды екен бұл жерде. Командалық жұмыс ретінде беруге болады. Коммуникативтілік жұптық жұмыс ретінде жұбыңа бір үй жануары немесе бір төлін сипаттайды, бір-біріне айтып береді. Тілдік қорлары да дамиды бұл жерде, және қарым-қатынасқа да түседі екен. Креативтілік балада бұл жерде үй жануарлары мен төлдерін бірнеше бөліктерден мүсіндейді, және өздері мүсіндеген жануарларды қатыстырып, өз ойларынан ертегі құрастырады екен.
Яғни бұл жерде баланың креативтілігі көрінеді әріптестер, ертегі құрауда, мүсіндеуде, әртүрлі қылып мүсіндеуі мүмкін, қосымша бір құралдарды қолдануы мүмкін, иә, бала. Ертегі құрайын баланың бұл тоже деңгейіне қарай ұсынасыздар тапсырманы, иә. Сонда біз оқу мақсатымызға жетіп тұрмыз ба, әріптестер, осы тапсырмалар негізінде? Қалай ойлайсыздар? Оқу мақсатына бағытталған ба? Әріптестер, бағытталған, иә. Мына тапсырмаларды беруге болады. Жақсы, әріптестер, оқу қызметін жоспарлауда 4К моделін жүзеге асыруда қолдануға болатын ойын тапсырмалар. Қандай ойын негізінде құруға болады бұл жерде? Сыни ойлауға ашық сұрақтар, жұмбақ жасыру, сен тап, мен айтамын, иә, көлеңкесін тап, суретті сөз, жұмбақтар қолдансақ, бала сыни тұрғыдан ойланады екен бұл жерде. Командада жұмыс істеу кезінде әртүрлі постерлерді әзірлеу балалармен, плакаттармен жұмыс жасату, топтастыру, артығын тап, жұбын тап, пазлдарды беру арқылы, мозаикалар, ребустарды шешу, сандарды, әріптерді орналастыру, орнын тап, тапсырмалары арқылы командалық жұмысты жүзеге асыруға болады екен. Коммуникативтілік постерлерді қорғайды, бұл жерде қарым-қатынасқа түседі, презентациялау, енді бұл презентациялау жас ерекшелігіне қарайсыздар ғой, бұл балаға мүмкін күрделі болуы мүмкін. Жұппен жұмыс жасату, жаңағы өтірік өлеңдер, сурет бойынша әңгіме құрастыру, тақпақтар, ертегілер, мазмұндау, сюжеттік рөлдік ойындарды сомдаған кезде балалар міндетті түрде қарым-қатынасқа түседі. Креативтілік бұл жерде бағанағы әріптесіміз айтып кетті, шығармашылық жұмыстар, бұл жерде мүсіндеу, жапсыру, сурет салуда осы креативтілік нақты көрінеді. Ертегі құрастыру кезінде, сахналау кезінде де бала өзгеше бір өзінің қиялынан әртүрлі сөздерді, сөйлемдерді қосуына болады. Бұл жерде де баланың креативтілігі көрінеді. Жеке жұмыстар арқылы осындай тапсырмалар ретінде ұйымдастыруға болады, әріптестер. Жақсы. Енді ментиметр тақтасы арқылы біз қазір бұлт сөздерімен жұмыс жасап көреміз, әріптестер. Осы неліктен ұйымдастырылған оқу қызметі демейміз қазір, білесіздер, ұйымдастырылған оқу іс-әрекеті. Ұйымдастырылған оқу қызметі деп айтпаймыз. Жоспарлауда 4К моделі негізінде жоспарлау маңызды. Қалай ойлайсыздар? Мен қазір сілтеме жіберемін. Сол сілтеме арқылы кіріп, өздеріңіздің ойларыңызды тақтаға жазып кетесіздер. Бұл тақта маған көрініп тұрады. Сіздерге де көрсететін болам. Осы сілтеменің үстінен басасыздар, әріптестер. Немесе телефон арқылы, QR код арқылы да кіруге болады. Міне, осы сұраққа әркім 3 жауаптан жаза алады, әріптестер. Бір 2 минуттай берейін сіздерге. Жазып шықсақ. Тапсырма түсінікті, әріптестер. Бұны телефонмен де жазуға болады, компьютермен де. 15 адам отырмыз, әріптестер. 15 жауап келу керек маған. Белсендірек болайық, әріптестер. Сұрақ қойыңыздар, түсінбей жатсаңыздар. Бізде ссылка ашылмайды. Негізі ашылады барлық. Соткадан кіргенде ашылмайды. Тағы бір рет жіберейін. Онда сіздер QR код арқылы кіріңіздер. Онда мына QR кодқа жақындатсаңыздар, телефондарыңызды жаңағы недер шыға келеді. Сұрақтар.
Иә, әріптестер, күтіп отырмын жауаптарыңызды. Неліктен ұйымдастырылған оқу іс-әрекетіне 4К модель негізінде жоспарлау маңызды деп ойлайсыздар? Ол бала үшін неліктен маңызды? Баланың қандай дағдыларын дамытады бойындағы? Педагог үшін неліктен маңызды? Сол туралы жазып кетесіздер, әріптестер. Кіре алдық па, әріптестер? Иә. Неге келіп, чатқа келіп түсіп жатыр екен. Жауаптар балалардың ойлау, сөйлеу қабілеттері артады дейді. Қызығушылықтары артады дейді. Дина, иә? Жарайсыз. Тамаша. Бірақ та осы сілтемені қолдануға тырысыңыздар. Жақсы. Баланың ойлау қабілетін деген жауап кеп түсті. Тек бірақ жауап кеп түсіп жатыр, әріптестер. Қалғанымыз? Тамаша. Жарайсыздар. Экран көрініп тұр, үлкен болып көрінді сіздерге. Өздеріңіздің жауаптарыңызды көре аласыздар. Бұл жерде баланың ойлау қабілетін, сыни ойлай алады дейді, бір-бірімен қарым-қатынас жасау. Жақсы, тағы да, әріптестер. Педагог үшін неліктен маңызды? 4К модель негізінде жоспарлаған. Иә. Сөйлеу қабілеті артады деп 4К моделін қолдану арқылы баланы жан-жақты дамытуға болады дейді Гүлім. Иә, тамаша. Жан-жақты нақтырақ. Жан-жақты қай жағын дамытамыз? Саусақ моторикалары дамиды дейді. Өте тиімді әдіс. Шығармашылығы артады. Тамаша. Ойлау қабілеттері артады дейді. Топпен жұмыс жасайды дейді. Тамаша. Тағы да ойларыңыз болса, әріптестер. Жақсы, әріптестер. Жаңағы сіздердің айтып жатқан ойларыңыз әрине жоспарлауға 4К модель негізінде аса тиімді, біз оны білеміз. Баланың қызығушылығына, жаңағы айтып кетті әріптестеріміз, қажеттілігіне қарай. Рахмет, әріптестер. Біз ары қарай жүре берейік, өйткені рахмет, кім жауап жаза алды, кім белсене араласып отыр. Әріптестер, оқу қызметін 4К моделі негізінде ұйымдастырудың тиімділігінің 3 нақты қадамы бар екен. Әр баланың мақсатқа жетуі көзделеді. Яғни, осы берілген мақсатқа қарай ұсынылған тапсырмалар арқылы мақсатқа қарай жетуіне ықпал етеді екен баланың. Бұл өте маңызды. Сөздік қорының молаюына әсері бар екен. Өз ойын еркін айтуға бала дағдыланады екен. Бірлесе тапсырма орындау барысында шығармашылықпен жұмыс жасауға дағдыланады екен. Енді бұл ең негізгі 3 қадамды. Жаңағы сіздер айтқан жауаптарыңызды құнды. Соған қосымша ретінде осыны да қосып кетуге болады. Енді әріптестер, идеялар қоржыны ретінде өз ойларыңызбен
бөлісуге де болады. Мен бұл дағдымен мүмкін келіспеймін деген ойлар бар ма? Бұл маған тиімді деген ойлар бар ма, әріптестер? Чатқа да келіп жатыр. Топқа бөле отырып қарым-қатынас дамытуға болады. Жұпқа бөле отырып ойлауын дамытуға болады, шығармашылығын дамытуға болады, жеке жұмыс жасата отырып дейді. Бір жағынан бұл модель тәрбиешіге де өте тиімді дейді. Әрине, Гүлім. Жақсы. Идеялар бар ма, әріптестер? Мен бұны былай қолданар едім деген. Иә. Дина? Сұрағым бар еді. Былтырлар осы 4К, 4К моделіменен жүргізгенбіз жұмыс, биыл онымен жүргізбейсіңдер деп алып тастады. Тек қана балабақшада ойын ретінде өтеді деп. Иә, дұрыс айтасыз. Жақсы сұрақ қойдыңыз, рахмет. Бұл жерде 4К моделі қамтылған, бірақ та биылдан бастап біз 3 одақ ретінде бала, педагог, ата-анаға акцент қойып жұмыс жасап жатырмыз қазіргі мектепке дейінгі бағдарламада. Бірақ та осы жоспарлауда, ойын әрекетінде, тапсырма кезінде де осы 4К моделі орын алады бәрібірде. Баланың осы дағдыларын біз бойына қайтуымыз керек, 4К моделінің осы дағдыларын сіңіруіміз керек балаға, дамытуымыз керек. Бұны мүлдем алып тастады деп мен айта алмаймын, бірақ та 4К моделіне арнайы бір күн болатын бір курста. Ал қазір оны алып тастады, 4К моделі ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінде орын алады. Сол үшін мен бұл тақырыпты сіздерге алып отырмын. Жақсы, рахмет. Иә, бұны мүлдем алып тастады деген не болмайды. 4К моделі деп айтыла береді, оны қарастыра бересіздер, ештеңе етпейді онда. Жақсы. Сұрақтарыңыз болса, әріптестер, ойлана отырыңыздар. Сіздің көңіл күйіңіз бүгінгі вебинардан алған осы суреттің қайсы сіздің көңіл күйіңізге қазір жақын болып тұр, әріптестер? Қай сурет бүгінгі вебинардан қорытынды ретінде тұжырым жасай аласыздар? Әсел? 10-шы. 10-шы. Неліктен 10-шы, Әсел? Өйткені сізден көп нәрсе үйрендік. Сізден алдық және сізге айта алдық. Солай деп. Мен де 10-шыны таңдап отырмын, өйткені бұл вебинарға қуана қатысып отырмын. Өйткені 4К моделі дегенді алып тастады деп жатқанменен бәрібір осы қазіргі оқу іс-әрекеті ойын түрінде өткізу керек деп жатыр ғой. Күн сайын барлығын қамту керек дейді. Сонда осы 4К моделін қолданса өте тиімді. Қоршаған ортаға да таным саласына да мысалы барлық 5 саламызға қолдануға өте тиімді. Жақсы. Алған біліміңізді байланыстыра аласыз, е, 10-шы суретпен, практикаңызға? Иә, іс жүзінде байланыстыра аламын. Жақсы, Гүлім, рахмет. Тағы да бар ма ойларыңыз, әріптестер? Мен 5-шіні. Себебі басында бірінші қосылған кезде дауысыңыз шықпады, түк ұқпадық біз, әріптесімен бірге қарап отырдық. Тұман секілді не екенін білмей, ең соңында топқа бөлген кезде ғана барып, дауысы қосылып, ең соңында ғана кірдік. Алдында не айтып отырдық, бірін ұққамыз жоқ, сөйткен дауысыңыз шықпады. Жақсы. Байланыс солай болды ма? Сондай болды. Иә, мүмкін сіздердің байланыстарыңыздан да болуы мүмкін, аудан бойынша. Басқа әріптестер мені басынан бастап тыңдай алдыңыздар ма? Бәрімізде сондай болды ма? Әріптестер? Сонда 5, бұлтты үйірілген бұлт суретін таңдадыңыз, жақсы. Тағы да? Бар ма ойларыңыз? Жақсы, әріптестер. Жақсы. Бұл енді
рефлексия жасап көрейік, өзіммен бірге не аламын бүгінгі вебинарда, не алдыңыздар өздеріңіздің қоржындарыңызға, керекті ақпарат болды ма? Өздеріңізбен бірге не алдыңыздар, әріптестер? Мен өзімен бірге тағы да не алдым, тәжірибе жүзінде қолдана аламын деп болашақта. Болашақта емес, қазіргі таңда да қолданып отырмын, енді ары қарата тіпті тереңдетіп қолдана аламын деп айта аламын. Жақсы, жақсы. Халида әріптес. Бар ма ойыңыз? Менен оқыған әріптестер. Әсия, Гүлнұр. Жақсы. Жақсы әріптестер. Онда сіздердің қатысып уақыт бөлгендеріңізге үлкен рахмет. Әлі де тағы да жүздесерміз, әлі талай тақырыптар қозғалатын болады. Енді күндеріңізге сәттілік тілеймін. Онда сау болыңыздар. Сізге рахмет, осындай жиі болып тұрса жақсы болар еді. Зомнан емес, барып көріп, сондай оққан жақсы болар еді. Иә, әрине. Рахмет сізге. Жақсы, Дина, рахмет. Иә, белсене араласқаныңызға рахмет. Айхан Дәулетханға көп рахмет. Көргеніме қуаныштымын сізді қайтадан. Жақсы, Гүлім, сіздің де дауысыңызды естігеніме өте қуаныштымын. Жақсы, әріптестер. Онда амандықта болайық, сау болыңыздар. Сау болыңыздар.